Короче, достар, қазір 10 сөз Рашер айтады Тенсқа, а Тенс сол 10 сөзбен подкаст жасау керек. Қорқып тұрмын. Алма, банан. Саған фрукт жаз дедік па? Нормально сөз жасайшы. Рашер шлей ондай емес. Менен бәрін күтуге Айта бер, трусы бола ма? Жоқ емес. Рашер. Шашлык. Рашын ішінде пісіру. Қабыртқа. Қабыртқа? Азимова, саған қазір Тенс подкаст жасайды, нормально ма жоқ па айтасың, я? Алманы жеп көргенсің ба? Банан жалаш ертең. Ой, бля. Арыжан, Че там? қағаз бар ма сенде? Жоқ, барас. Айда подкастын сен. Давай подкаст нормальный, Тенс. Трусе қандай түсті? 60-та дедім ғой ол сөзді, тупой. Не ля, вот. Шашың неше сантиметр? Қолыңда неше қабыртқа? Сенен адам шықпайды. Екінші часть. Тенсқа сөздер береміз, ол сөздермен подкаст жасау керек. Айтайын ба? Айта ғой. Анек. Алло. Мен сенің суретіңді салдым ғой. Емілеп бірақ. Қойшы сен мен түрімді көрдім бе? Көзім көрмей жүрген, сосын көзілдік тірек таққам. Анек. Ай, айтып алшы тез бол, шақырып жатырмын. Күте тұра тұрыңдаршы, мен қазір келемін. Құмаш қақеттің. Сен подкасттарынан шошып ане кетіп қалды. Айтшы енді бол тез. Кім? Анек? Иттің калбасы. Иттің. Тәнс, бля. Сен алма емессің бе? Жоқ, иттің. Алма болмасаң неменеге шіріп жатсың ба? Анек. Сен калбаса емессің ба? Жоқ. Че, неге ұзын подкасттар приходить етіп жатсың? Ойбай, күлкім пришла, тебя увидела и ушла болды. Тәнс. Ау. Сен күн емессің бе? Неге онда саған қарағанда көзім ауырады? Анек. Ау. Сен басқа емессің ба? Жоқ. Че, саған қарасам сипалап. Мынау айтыс болып кетті ма, не бір-бірлеріне тиісіп. Кім, Анек? Ау. Иттің колбасасын білесің ба? Иә. Сен күнен тәуде. Че там, болдыңдар ма? Болған сияқты, анам подкасттар бітіп қалды ау. Ой, бір ужас фильм көріп шыққандай болдың ғой, Құдай сақтасын. Қыздар сындыңдар ма сендер Тенсқа? Кәдімгідей екіге бөлініп қалды. Тенс. I love you, baby. Мен қатыным бош, Тенс. Қалмалы 2 миллион беремін. Маған найман болмасаң болды де. Қара деп не деп айттың?